Қайырлы күн достар. Қазір мен сіздермен жалпы трейдингпен қалай айналысады, ол үшін не істеу керек, неден бастау керек, соны мен қазір көрсететін боламын. Ол үшін біз трейдинг вьюмен айналысу үшін Google-ға трейдинг вью деп кез келген әріппен жазамыз. Сол кезде трейдинг вью сайты шығады. Яғни міне трейдинг вью деп орысша кез келген әріппен жазсаңыздар осындай трейдинг вью шығады. Міне одан кейін мынандай белгісі болады, бір және сызықша деген сияқты қап-қара осындай міне. Енді осыған кіреміз. Бұған кіргеннен кейін міндетті түрде сіздер тіркеліп қоюларыңыз керек болады. Мына жағында подписка деген жері болады. Мына жағында осы жерден тіркеліп қойғаннан кейін сіздердің өздеріңіздің мынандай осындай белгілеріңіз аттарыңызбен бірге шығатын болады. Енді ол жағын үйретіп тоқталмай-ақ қояйын. Көбінесе бұл жерде жаңағы трейдинг вьюмен акциямен де айналысады, жалпы форекспен айналысады, барлық нәрсемен осы криптовалютамен де осы жерде айналысатын болады. Онымен қалай айналысады, қалай жасайды, енді солған тоқталып өтетін болайын. Мына жерде поискқа жазамыз. Поискқа жазғаннан кейін міне все деп тұр. Все деп тұр. Мына жақта одан кейін қарасаңыздар акции, фонды, фьючерсы, форекс, криптовалют, индексы, облигация, экономика деген осындай жазу бар. Енді осы жерде міне акциямен айналысатын болсақ, акцияның уақыты 5 күн жұмыс істейді, 2 күн демалады. 5 күн жұмыс істеген кезде бұл Америка уақытымен кешкі уақыт, біздің Қазақстан уақытымен кешкі уақытта басталады. Ал Америка уақытымен Американың, яғни Америкада өздеріңіз білесіздер, бізден 50 жыл ма 100 жыл ма алда кетсе де бір күн артта дегендей. Сондықтан Америкада түн болғанда бізде күндіз болады, бізде күндіз болса оларда түн болады дегендей. Біздің кешкі уақытымыз 6:30-ның уақыты оларда таңертең болады. Сондықтан біздің кешкі сағат 6:30-дарда Америка рыногы іске қосылған кезде барып акция жұмыс істейді. Міне акцияның ішінде неше түрлі Tesla бар, мінекей российский нелер бар, Қазақстанда да бізде акциялар бар, Apple бар, мінекей белгілі акциялардың ішінде Nvidia дейді. Осындай акциялармен айналысатындар, мен акция. Одан кейін фонды, фьючерс, форекс. Осының ішінде енді мен форексқа тоқталғым келіп отыр, яғни алтын мен доллар бағамы дегенмен көп айналысады. Алтын дейтін осы алтынмен айналысады елдер. Яғни кәдімгі алтынды алып сатып алмайды. Алтынның бүкіл әлемдегі бағасы мен доллар бағамының екеуінің айырмашылығынан пайда табатын болады. Қазіргі уақытта енді бұны все дегенге қойсақ, осы жерден ең елдердің көп айналысатын нелер шығып тұрады. Осы жерден how USD, яғни how USD, яғни how деген алтын мен доллар деген сөз. Міне алтын мен доллар бағамы. Міне Уанда деген осынысымен кірем мен көбінесе. Осындай брокерлік компаниясы Уанда деп тұрады шетте. How USD. Осы how USD-ді басқан кезде бізге график шығады. Мінекей осы графикпен қарап отырсаңыздар, барлығы осы графикпен қарап отырып жасайды. Яғни болжам арқылы, анализ арқылы жасайтын болады. Болжам дейміз дегеннен гөрі әрине болжамды біз жасай алмаймыз. Анализ деп айтайықшы, талдау дегеніміз дұрыс болатын шығар. Себебі болжам мен талдаудың екеуінің екі айырмашылығы бар. Болжам деген менің ойымша бұл былай кетеді. Мысалға, менің ойымша қазір мынау былай кетеді. Менің ойымша қазір былай кетеді деп айтатын болсақ, болмаса былай кетеді, сосын бүйтіп төмен түседі деп ешқандай анализсіз жасайтын болсақ, онда бұл болжам болады. Бұл болжам болады. Ал енді анализбен жасайтын болсақ, ол талдау болады. Енді анализді қалай жасаймыз? Анализді әрине өткен тарихына қараймыз. Сол үшін біз неге телефонмен емес, көбінесе осы ноутбукпен және компьютермен жасағанымыз жөн. Себебі, оның себебі біреу-ақ, себебі біз мынаның историясына, яғни тарихына қараймыз ғой. Сондықтан мынау жерден мынау қайтқан, тағы да мына жерден мына жерден қайтқан, мына жерден қайтқан, осы жерден өте алмай жатыр. Демек бұл жерде бір мықты зона бар деп сызып алғанға, осы историясына қарап біз өткенсіз болашақ жоқ дейді ғой. Сондықтан өткенсіз болашақ жоқ дегендей, біз өткен тарихына қарап анализ, талдау жасайтын боламыз. Енді бұл жерде талдаудың екі түрі болады. Біреусі фундаменталды анализ, біреусі техникалық анализ. Фундаментальный анализ енді ол кішкене оңайырақ. Оған жаңағы
арнайы бір приложениесі бар, investing.com деген сияқты. Солны скачать етіп алып соткаңызға, содан қарайсыз да бүгінгі күнде 3 па немесе 2 ма мына жаңалықтар шығып тұрады. Сол жаңалықтардың жанында 3 бұқаның басы болады, немесе 3 жұлдыз тұрады. Сол 3 жұлдыз түгелімен белгіленіп жанып тұратын болса, онда сол жаңалық яғни күшті әсер етеді мына рынокқа. Мынау жерде қазіргі уақытта мына график, ненің графигі, тағы да қайталап өтем, HowUSD-дің графигі. Енді бұл жерде біз әрине білетін кісілер болса трейдингті кішкене сабырлық танытуларын сұраймыз, ал білмейтін чайниктерге бұл арналған. Сондықтан бұл жерде елдің бәрі біледі деп түсіністікпен қарамауымыз керек. Білмейтін кісілер үшін түсіріліп жатырған видео, сондықтан білетін кісілер одан ары қарай өтіп кетсеңіздер болады. Кейін жақсы жаңағы стратегияларды осы жерге салатын боламын. Елдер осының өзін сатып жатады. Бұны база деп айтамыз, яғни базамен танысып жатырмыз қазіргі уақытта. Тағы да қайталап өтем, TradingView сайтына кірдік. Содан кейін біз немен айналысамыз? Акциямен айналысатын болсақ, акция кешкі уақытта жұмысын бастайды 6:30-да. Ал мынау дәл қазіргі біздің HowUSD дегеніміз бұл 24-те 5 жұмыс жасайды. Нақтысын айтқан кезде 24 емес 23-те 5 жұмыс жасайды. Яғни 23 сағат жұмыс жасайды және 5 күн жұмыс жасайды, сенбі жексенбі демалады. Яғни осы HowUSD деген алтын мен доллар бағамының айырмашылығы. Яғни неге алтын, неге доллар? Бұл қайсысы? Яғни бұл алтын. Алтынды енді салыстыру ретінде доллар мен осындай паралар деп айтады бұны, жүппен, осындай жүппен істеп қойған. Бұл әлемдік сауда болып жатқан жер. Дәл қазір мынаған кез келген адам кіріп, осы жердегі түрлі жаңағы форекс па, акция ма, криптовалюта ма барлығының өскеннен жоғарылағаннан талдау жасап нақты білсеңіз, осы жерде мысалы қазір мынау былай қарай төмен түседі. Яғни мына 3326-дан 3322-ге дейін төмендейді дейтін болсаңыз, мынау былай қарай, сол жерге қарай сіздің take profitіңізді қойып қоясыз. А мынау сәл арт жағынан ол ойыңыз дұрыс болмай қалатын болса, вдруг ол дұрыс болмай қалса, бүкіл ақшаңыз жоғалтып алмас үшін сәл жаңағы сіздің кірген жеріңізден жоғарыға қарай $1, $2 кетсе де аз кететіндей етіп стоп қойып қоясыз. Сонда 3-тен 1 деген нені көбінесе қолданады әдісті, яғни $3 плюсқа, $1 минусқа деген сияқты. Сөйтіп сіз әбден анализдің түрлері көп, оның бәрін болашақта айтатын болам. Мен қазіргі уақытта осы TradingView сайтымен ғана таныстыру міндетім болған. Бұл енді TradingView-дің осы сайтқа кіргеннен кейін сіздерге брокерлік компания керек болады. Ол брокерлік компаниялар, түрлі брокерлік компаниялар бар. Оны сіз соткаңызда сол жақтан жасап отырсаңыз болады. Соткадан жасап отырасыз, ал мына жақтан анализге қарап отырасыз. Анализді осы жақтан жасайсыз, әбден сызып, мына жерді былай деп неше түрлі құралдарды пайдаланып, ал нақты жаңағы тейкті басып, стопты басып, плюсіңізді алып шығып кететін, оны соткамен жасаған жөн. Себебі телефонмен жасаған дұрыс болады. Ал бұл жерде тек анализ жасайсыз. Яғни телефоннан кірсеңіз де, компьютерден кірсеңіз де дәл осы анализ осылай жүріп жатады. Болмаса үйренгенге ең басында мынаның өзінде де үйренуге болады. Мына жерде мысалы көбінесе бұл акцияға ыңғайланып жасалған, бұл TradingView. Бірақ бұмен жаңағы криптовалютамен де бәрімен айналыса берсеңіз болады. Бәрінің әрекеті осы бір. Мына қызыл свечалар, японский свечи деп айтамыз, жапондық майшамдар. Осы жоғары кете ме, төмен кете ме, соны білуіміз керек. Егер төменге қарай кетіп барса, бұл қызыл жанады да. Осыдан қай жерге дейін, төменге дейін сіз дұрыс талдау жасап, сол жерге дейін тегіңізді қойсаңыз, сіз долларыңызды аласыз, пайдаңызды аласыз. Ал дұрыс емес болса, минусқа кетсе, онда минусқа кіресіз. Қай жерге стоп қойдыңыз, сол жерге дейін минус болады, ары қарай минус болмайды. Болмаса біреулер стоп қоймай жасайтындар да болады. Ол бәрібір қайтып айналып келеді ғой деген сияқты. Енді әркім әртүрлі әдісті қолданады, оның түрлі әдістері бар. Ең бастысы осы TradingView.